Сонымен біз қазір Қызылордада Абая көшесіндеміз. Абая 28-деміз. Просто мен түсінбеймін да. Сен не осы Сабыржанға тамақ бермедің дейді. Яғни біз вторниктен бері келдік қой. Міне менің алған шектерім. Міне мен тамақ алғандарымын. Міне. Ол вторник күні өтіп кеткен вторник. Осы вторник қалт шықпаған. Кеше мен оның алдында шықты, кеше шықты. Менің видеомнан көрсеңіз көресіз. YouTube арнасында бар, TikTok арнасында бар, көрсеңіз көресіз. Соны қалын шығардық. Енді ол кезде кіттай жеді ғой, мынандай ет асық, тауықтың етін бірдеңкелерде алып келеді, супты полный ішпейді, кіттай жеді. Ол бір жеті қалт шықпай жатса, қайтып оның бәрін жияды, ол кесек тамақ жемейді. Кеше мен сол выходной болғанса, кешке қарай бір жұмыртқа бердім, жеді, бір штук картошка вареный жеді. Сосын таңертең мындай кішкентай кесе бар ғой, сонымен бірінде бердім, манный каша бердім таңертең. Сосын мынандай йогурт сияқты, чудо йогурт деген, соны бердім. Сосын өздерінің алып келген яблочный согын бердім, сүтпен шай бердім, лимон шай бердім. Жеді ғой енді. Кеше мен мысалы выходныйда бердім. Енді бүгін таңертең таң атты ғой. Таң атқан кезде мен кішкене осындай манный каша бердім. Сол кішкентай кесе барады ғой. Сонымен бір манный каша бердім. Сосын кеше маймен нан жағып бердім. Кеше салат бердім, фунчозды салат. Бүгін сатып алдым ғой, енді өзім жасағам жоқ. Бүгін мясный салат сатып алдым, бірақ оны жемеді. Жарайды, енді хош, бүгінгі жегені кішкене кесемен манный каша, сүтпен шай бердім бүгін. Кішкене ішті. Сосын дәрі есіп бердім. Сосын не жеді тағы? Нан мен май жеді, болды. Сонымен келді да, енді кім екен білесіздер. Маған кеп, енді біреусі кеп, бір кісіге звондайды да. Мынау Сабыржанға тамақ бермеді, аштан қалдырды дейді да. Ужас, қазір ішек қарын тексеретін болса, шлангы жұтырып тексеретін болса, или видео камерамен УЗИге тексеретін болса, ішінде боқ бар ғой, калы бар ғой. Сол мен жала жабатын адамды жек көрем да. Сіз мейлі қанша жақыны бол, алыс жүрсеңіз деймін да, келіп кетті өйтіп шу шығармай. Сосын видеоға звондап жатыр. Мынау тамақ бермеді, 2 күн 8 мың 16 мың тапты, қайда кетті дейді. Мынау сонда не мынау? Мен 8 мың 16 мен өзіме жұмсаған жоқ вообще. Сонда менің 2 күн тапқан ақшам есепте тұр. Мен тамақ ішпеймін ба? Даже бір Мелиса дос баласы мен военный дос баласы екеуі бірігіп маған 15 мың теңге берген. Мен оның 4 мың аяқ киім алдым. Бір фартук алдым, бір нәски алдым. Тағы осы жейтін бірдеңкелерді алдық осы үйге. Сүт, нан бірдеңке алдық.